Қазақ халқы қашанда қыз баласын ерекше қадірлеген, оны болашақ ана ұрпақ өрбітуші ретінде жоғары бағалап, төрден орын ұсынған. Сондай-ақ ұлттың болмысын қалыптастыратын жан болғандықтан, қыз тәрбиесіне аса жауапкершілікпен қараған. Содан да болар, халық арасында қызға 40 үйден тыю деген мәтел жиі айтылады. Ендеше әрбір қазақ қызы жадында ұстайтын қыздарға арналған 40 тыйымды айта өтейін. Қыздарға жарыса сөйлеуге тыйым, жалғыз қыдыруға тыйым, жыртақтап күліп, сыпсыңдап сөйлеуге тыйым, орынсыз ұрынуға тыйым, басқаларға қол тигізуге тыйым, өтірік өсекке тыйым, суық жүріс сумаң қылыққа тыйым, кісіге қарай керіліп есінеуге тыйым, талтайып отыруға тыйым, шалқайып жатуға тыйым, тамақты обарлана асауға тыйым, ұрлық қарлыққа тыйым, ұятты мүшелерін ашып жүруге тыйым, бұраңдап қылым суға тыйым, қызыл іңірде жатуға тыйым, түске дейін ұйықтауға тыйым, кісі алдында қасынуға, киім ауыстыруға тыйым, салт дәстүрден аттауға тыйым, елді ғибаттауға тыйым, үлкендердің жолын кесіп, атын атауға тыйым, ішімдік пен шегімдікке тыйым, ұрыс керіске тыйым, беттен алып төске шабуға тыйым, қараулыққа ысығандыққа тыйым, рақымсыздық пен қатыгездікке тыйым, түнде жалғыз суға баруға тыйым, жат жыныстылармен араласып жатуға тыйым, күйеуге қашып кетуге тыйым, әдепсіз сөзден тыйым, тарс-тұрс жүріске тыйым, адам мен жануарларды тебуге тыйым, кісіні қорлап жәбірлеуге тыйым, тәкаппарлық пен сайқымазақ жасануға тыйым, айғай-сүренге тыйым, шектен тыс сыланып жасануға тыйым, қызғаншақтық пен күншілдікке тыйым, менмендік пен өзімшілдікке тыйым, алдап арбауға тыйым, көрсе қызарлыққа тыйым, нәпсі құмарлыққа тыйым. Осы айтылған жат қылықтардан бойын таза ұстаған әрбір қазақтың қызы ибалы, ақыл парасатты болып өсуіне кәміл сенемін.